Қайырлы күн достар. Бүгін гуляш по-венгерски дайындаймыз. Қызып тұрған табаға май құйып, пиязды 2 минут орташа отта қуырамыз. Етті салып 5 минут қатты отта қуырамыз. Дәмдеуіштер қосамыз. Кориандр, қызыл бұрыш, паприка, қара бұрыш, тұз, томат қосып араластырамыз. Ұн қосамыз. Болгар бұрышы мен помидорды қосып, үстінен су немесе сорпа құямыз. Мен сорпа құйдым. Бетін жауып 45 минут жай отта бұқтырамыз. Сәбіз саламыз, лавр жапырағын. 5 минуттан кейін лавр жапырағын алып тастап, картошка қосамыз. Картошканы қосқаннан кейін 40 минут бұқтырамыз. Чеснок қосып отты өшіреміз. Гуляш дайын болды, еті өте жұмсақ болды. Астарыңыз дәмді болсын. Рецепті ұнаса лайк басып, каналыма жазылыңыз.